WhatsApp сендерме атын білмей каналы, және де біз бүгін атын білмей Майнкрафттың 3-ші бөлім түсіреміз. Алдыңғы бөлімде мен үйді көрсеткен болатын. Осы үйді салдым деп, енді бұны қазір шын көрсетіп. Алдыңғы бөлімде, ең бірінші бөлімде мектеп менде өте көп просмотр жиналды. 2100 бас сондай просмотр. Ал бүгін біз осы үйдің ішін көрсететін болам. Короче, мне кіреміз. И потом типа шкафчик сондай. Негізі бұл библиотекада тұратын кітап қой, бірақ мен бұны мектепке қосуды ұмытып кеттім. Ал міне мында кіреміз, душ болады. И потом мына жерде туалет. Мынау типа раковина ма сондай. Сосын мына жақта міне кухня, кішкентай тамақ істейтін. Мына жерде отырып ішуге болады тамақ. Міне осындай. И потом былай жүрміз, міне мында үлкен зал бар. Осы залда да міне тоже кітап, мынау картинка, диван, орындықтар, стол. Бұл жерге де тамақ ішуге болады. И мына жерде де міне короче немеді. Ал екінші этажда міне көріп тұрғандарыңыздағыдай ештеңке жоқ. Бұнда комнатаға сондайлар салғым келген жоқ. Мен негізі комнатаға сондай салғым келмейді көбінесе. Білмеймін, мен алдағы уақытта салатын шығармын. И потом сосын мына жақта былай жүргенде міне мынау сыртқа шығатын жол. Міне мына жерге де түк те салған жоқпын әзірге. Мына жақта гараж бар. Бұл жерге де есік жасап қоюға болады, гаражға барады. И міне мында бассейн бар. Осы бассейнге былай кіреміз, түсеміз. Мына жақ осылай терең болады. Батып кетеміз. Короче, осылай бассейннен шығып кетеміз де. Міне былай жолмен барамыз. Міне мына жерде гүлдер и осындай жол, плита. И потом былай көтерілеміз. Сосын жерін былай секіреміз, кідіш деп бассейнға. Сосын міне мына жаққа барамыз да. Бұл бассейннен демалатын сондай орын. Міне осы жерде осындай болады. Мына жерден тамақ сондай алады. Бірақ қызығы, өз үйімде мына жер типа тамақ алады, отыратын жерлер болады. Бәрі мына жақтан шығып кететін жол. Екіршалар осындай. И потом. Сендер комментарияға жазып жатсыңдар, сен и потом деген сөзді көп айтасың деп. Я өзім көп айтып кететін болыппын. И потом осылай кіреміз, и потом былай деп. Білмеймін, уже привычка ғой. Фу, шыға алмай жатырмын. Бұнда да түк жоқ. Крышасына салғым келмейді түкте. Сосын түсеш. Міне түсеміз да, мына жақта міне астыңғы этаж подвал бар. Бұл подвалда орындық тұрады. Отырасың былай. Ой. Міне осылай отырамыз, демалып. И потом мына жақта комнаталар. Кіреміз, мында кровать, төсек. Осында жатуға болады, демалып. Мында тоже солай. Потом мында үлкен, мында орындығы мен. Мыналары тоже сондай. Не осындай, короче. Осында демалуға болады. Бассейннен шығып, или осылай, короче. И потом. Пайди көп айта береді екен. Осындай. Короче, осы мен бүгінгі үйіміздің бассейні, демалатын орындар, үйіміз ұнаса лайк басамыз.